Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздер жалпы қан анализдерін талдайтын боламыз. Эритроциттер. Әйел адамдағы нормасы 3,5-4,5-ның арасында. Ал ер адамдарда 4,5-5,5-ның арасында болады. Эритроциттердің төмендеуі көбіне анемия кезінде кездеседі. Сонымен қатар қан ағулар кезінде кездеседі. Эритропоэтиннің дұрыс өндірілмеуі кезінде кездеседі. Яғни сүйек кемігінің дұрыс жұмыс жасамаған кезінде кездесуі мүмкін. Эритроциттердің жоғарылауы ағза сусызданған кезде болады. Немесе жүрек, өкпе аурулар кездерінде кездеседі. Екінші біздерде гемоглобин. Гемоглобин ер адамдарда 130-160-тың арасында болады. Ал әйел адамдарда 120-140-тың арасында болады. Жүкті әйелдерде, яғни беременныйларда 110-нан төмен болмау керек. Гемоглобиннің қызметі ағзаға оттегіні тасымалдау, яғни сыртқы ортадан оттегіні алып келеді, ал ағзадан шыққан көмірқышқыл газын өкпе арқылы сыртқа шығарып отырады, яғни тасымалдау қызметін атқарады. Үшіншісі, ол түстік көрсеткіш, яғни цветной показатель. Ол эритроциттер мен гемоглобиннің арақатынасын көрсетеді. Нормада 0,85 пен 1,5 аралығында. Егер төмен түсетін болса, ол анемияға тән, темір тапшылықты анемияға, гипохромды деп аталады. Ал жоғарылайтын болса, оны гиперхромды деп атаймыз. Ол көбіне B12 тапшылықты анемияға тән. Қан анализін талдауды жалғастырамыз. Тромбоциттер қорғаныштық және қан ұюға қатысады. Егер қан тамырға зақым келетін болса, қанды тоқтату қызметін атқарады. Мөлшері нормасы 180-320-ның арасында, көбейтілген 10-9 дәрежесі литр. Егер тромбоциттер азайып кететін болса, оны тромбоцитопения деп атайды. Тромбоцитопения вирусты инфекция салдарынан болуы мүмкін. Сондықтан ВИЧ пен гепатит С-ны исключать етіп алған дұрыс. Аутоиммунды аурулар кезінде кездесуі мүмкін. Химиотерапия алатындарда кездеседі. Сироз печени дейді, яғни бауырдың сирозы кезінде кездеседі. Қалыпты жағдайда екі қабат әйелдерде кездесуі мүмкін. Тромбоциттердің жоғарылауын тромбоцитоз деп атайды. Тромбоцитоздар инфекциялық аурулары кезінде кездесуі мүмкін. Жалпы біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Біріншілік ол көбіне ВКЗ ауруы кезінде кездеседі. Ал екіншілік абыну ошағына жауап ретінде болуы мүмкін, немесе анемиядан кейін де осы тромбоцитоз дамиды. Келесі біздерде қанның иммунитетке жауап беретін бөлігі лейкоциттерді талдаймыз. Лейкоциттердің мөлшері, лейкоциттердің нормасы 4 пен 9-ның арасы. Лейкоциттердің азаюын лейкоцитопения деп атайды, ал көбеюін лейкоцитоз деп атайды. Лейкоцитопения апластикалық анемия кезінде кездеседі, және сүйектің қызыл кемігі зақымдалған кезде, және әртүрлі туа біткен аурулар кезінде кездеседі. Ал лейкоцитоз көбіне қабыну кезінде, травма алған кезінде, ісіктер кезінде, эклампсия және преэклампсия кездерінде де кездесуі мүмкін. Лейкоциттер 6 түрлі клеткалардан тұрады. Оны келесі видеода толыққанды айтатын боламын. Жалпы YouTube арнаға кіріп, бүкіл қан талдауларын көрсеңіздер болады. Арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бүгін жалпы қан анализдің иммунитетке жауап беретін түрін талдаймыз. Олар лейкоциттерден таралған 6 түрлі клеткалар: нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер, моноциттер және лимфоциттер. Нейтрофилдер екіге бөлінеді: сегментарлы ядролы және таяқшалы ядролы болып. Таяқшалы ядроның нормасы 1,6%-ға тең. Бұл жедел қабыну үрдістеріне тән. Егер ол жоғарылайтын болса, лейкоцитарлы формуланың солға жылжуы деп атайды. Сегментарлы ядро 47-74%-ға тең. Егер ол жоғарылайтын болса, лейкоцитарлы формуланың оңға жылжуы, яғни созылмалы үрдіске тән. Қан анализін талдауды жалғастырамыз. Эозинофилдердің жоғарылауы эозинофилия деп атайды. Оның нормасы 1-5 аралығында норма болып есептелінеді. Ол 3 түрлі жағдайда жоғарылайды. Ең жиі кездесетін жоғарылау ол аллергиялық процесс кездерінде жоғарылауы мүмкін. Екінші, паразитті аурулар кездерінде. Үшінші жағдай ол бүйрек үсті безінің аурулары кезінде жоғарылайды. Екінші біздерде базофил. Базофилдердің нормасы 0,5-те 1%. Егер ол жоғарылайтын болса,
базофилия деп атайды. Көбінде созылмалы милоидты лейкоз кездерінде жоғарылайды. Моноциттер нормасы 2-9% аралығында, ол көптеген қабыну үрдісі кездерінде жоғарылай береді. Ал лимфоциттер нормасы 18-40%-ға тең. Егер ол жоғарылайтын болса, көбіне вирусты инфекция кездерінде жоғарылайды, және кей жағдайларында бактериялық инфекциялар кездерінде жоғарылайды. Яғни моноцит пен лимфоциттер бірдей жоғарылайтын болса, көбінде туберкулез аурулар кездерінде жоғарылайды. Ең соңғы этажы соя деп атайды. Эритроциттердің тұну жылдамдығы ер адамдарда біздерде 1-10 мм сағатына болатын болса, әйел кісілерде ол көрсеткіш 2-15 мм сағатына болады. Жалпы жүкті әйелдерде қалыпты жағдайда соя жоғарылауы мүмкін. Нормада да жоғарылайды. Ал жалпы әйел кісілерде, ер адамдарда сояның жоғарылауы қабыну үрдісіне тән белгі болып есептелінеді. Жалпы біздердегі лейкоциттерден 6 клетка бөлінеді деп айттық қой. Сол 6 клеткалардың барлығын қосып шыққанда 100%-ға тең болу керек. Назарларыңызға рахмет.